Көкалат. 3 күннен бері үй айналасын қаптаған қаралы топ бүгінді сауа бесінге қарай тарқасты. Намаздан қайтқан ел-жұрттың әңгімесі табан астында түйнеп 49 жасқа қарағанда қайтыс болған ауылдың қадірменді атбегісі Жүкен емес, оның 15 жылдан бергі қанаты, әрі серігі болған Көкалаттың бүгінгі тосын көрсеткен қылығы болды. Әркім өз көргенін, өзі байқап сезгенін жарыса әңгімелесіп кетті. Көкалат молданы баса жаздапты дей ме? Жоға, тіпті де олай емес. Әй, сендер қайда едіңдер? Біз онда қабір басында жер қазып жатпап едік. Ендеше тыңда. Намазды бәкен молда далаға шығаратын болып, жерге кілем, алаша төселіп, кемпір-шалдар жайғаса берген. Үйден мүрдені алып шыққан кезде Қатира жеңешемнің зарлы жоқтауына молда: "Келін қарағым, енді намаз шығарамыз. Дауыс көтеруге болмайды. Көз жасымен адам өмірге қайта айналып келмейді", деп жұбату айтқан соң Құранды бастап кеткен. Сол кезде бастырманың ар жағында Көкалаттың шұрқырай кісінеген даусынан құлақ тұнды. Содан ары қарай не болды? Ойпырмай жануар-ай, тіпті тоқтамады. Құранды тыңдау да мүмкін болмады. Қайта кісінеп алға тартынды да, әйтеуір шылбырын бел ортадан үзген бойда жұрт отырған жаққа шықты. Аттың тұяғының астында қаламыз ба деп қорықты ма, кемпір-шалдар бір-біріне ығысып бұға қалды. Молда да тоқтап қалды. Әй, жарықтық, қасиетті жануар екен ғой. Көкалат екі танауынан буы бұрқырай, екі көзінен от шаша аршындай басқан екпінмен ораулы мәйітке қарай жүрді. Жұрт енді түсінді. Бұған сенесің бе, сенбейсің бе? Беу жануар-ай, есінің ораулы жатқаны сезіп тұрау. Апырай, жылқы малының мұндай да қасиеті болады екен-ау, деп отырғандар көздерінен төгілген жасты сүрте бастады. Көкалат ораулы кілемді тұмсығымен осқырына қайта иіскеді де, жалы төгіліп екі алдындағы аяғын серпіп аспанға көтерді. Мох, Көкалат, бер шыға ғой, деді осы үйдегі үлкен қыздан туған жиені. Атты шетке шақырып, жануар қатты осқырына бір кісінеді де, дауыс шыққан жаққа бет бұрды. Ойбай, ана қара, аттың көзінде жас парлап барады. Беу жануар, десіп жатты біреулер. Қатира жеңгей жоқтауын қайта жалғастырып әкетті. Дөңтөбе осы ауылдың сыртындағы қорымның аты. Шылбырын үзген Көкалат мүрде салынған арбаны жанамалай жүріп отырды. Бағанадағыдай кісінеп осқырынған жоқ, басын салбыратып, кекілді жалы көзіне түссе, жұртпен бірге аяңдады. Тілі жоқ демесең, Көкалат қасиетті жануар екендігін танытты. Мүрде жерге түсірілгенде тағы да шұрқырадай. Жануардың бұл қылығына жағасын ұстаған, таңданбаған адам қалмады. Жаз бойы Көкалат дөңтөбенің маңайынан шықпай, сол жердің отын оттап суын ішті. Ешкім оны ұстауға батылы жетпеді. Анда-санда албардағы ас су астауына келгенде Қатира жеңгей бәйек болып, жалын тарап жемін береді. Үстіне Жүкеңнің жеңіл костюмын киіп барса, ол костюмды Көкалат тілмен жалайтын көрінеді. Сол жылы ауданда болған бәйгеге қатыстыруға Көкалатты сұрап келеді бір қайнысы. Қатира жеңгей ыңғай танытпапты. Ол ер салдырмайды ешкімге. Мен білсем, бәйгеге де қатыса қоймас. Үстіне бала-шағаны отырғызғанмен мерт болуы мүмкін. Бұл жануардың тұрқы белгілі болып тұр, депті. Айтқандай Көкалатқа жақындап барғандар батылы жетпей кейін шегінетін. Ат маңайына ешкімді жуытпай осқырынып, тұяғымен кейін серпіп, өзгеше қылық танытқан. Осы Көкалат Жүкеңнің жылы өткеннен кейін күзде ізім қайым жоқ болды. Білетін біреулер Көкалат дөңтөбеде кеше ғана жүреді десе, енді біреулері Көкалат қасқырға жем болмайды, оны мал ұрлаушылар атып әкеткен шығар, деп жорамалдады. Бірақ не керек? Дөңтөбеден Көкалат қайта қара көрсетпеді. Кейін жұрт Жүкеңнің ауылын Көкалат деп атап кетті.